Сәлеметсіздер ме, оқушылар? 5-ші сыныптың қазақ әдебиеті пәні бойынша БЖБ тапсырмаларын орындауды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Естеріңізде болса, алдыңғы сабақта бірінші нұсқаны салған болатынмын, екінші тоқсан бойынша. Енді дәл қазір сіздерге екінші нұсқаны ұсынып отырмын. Тәрбиенің қайнар бұлағы бөлімі бойынша нөмірі 2 жиынтық бағалау тапсырмалары. Екінші нұсқа, енді бұл жиынтық бағалау тапсырмаларында Ыбырай Алтынсариннің Қыпшақ Сейітқұл және де Атымтай Жомарт әңгімелері бойынша тапсырмаларды өтетін боламыз. Екінші тоқсанды жақсы бағаға аяқтау үшін сабақта міндетті түрде көріңіздер, жазыңыздар, әрі қарай ТЖБ тапсырмаларын салатын боламын. Сондықтан сол сабақтарды жіберіп алмас үшін менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бірінші тапсырма: Вен диаграммасы арқылы Қыпшақ Сейітқұлды Атымтай Жомартпен салыстырып, ұқсастықтарын табыңдар. Яғни бірінші бағымда Қыпшақ Сейітқұлдың өзіндік ерекшелігін, үшінші бағанда Атымтай Жомарттың өзіндік ерекшелігін, ал екінші ортадағы бағанға екі кейіпкердің өзара ұқсастықтарын жазатын боламыз. Қыпшақ Сейітқұлдың өзіндік ерекшелігі қандай? Қыпшақ Сейітқұлдың басты мақсаты әңгіме желісі бойынша өзімен бірге көшкен 30 үйлі кедейлерді байытып, халық қатарына қосу болатын. Ал Атымтай Жомарттың әңгіме желісі бойынша мақсаты өзі де өзгелер де еңбектің қадірін түсініп, әділетті өмір сүру. Енді осы екі кейіпкердің ұқсастықтары. Екі әңгімедегі басты кейіпкерлер Қыпшақ Сейітқұл мен Атымтай Жомарт өздерінің жомарттығымен және өзгелерге қамқор болуымен ерекшеленеді. Екеуі де жеке пайдасын ойламай, халықтың жағдайын жақсартуға ұмтылады. Әділ жолмен жүріп, өзгелерге үлгі болуға тырысады деп жауап береміз. Бірінші тапсырма осылай орындалады. Екінші тапсырма: Атымтай Жомарт пен Қыпшақ Сейітқұлдың іс-әрекетіне байланысты бай болудың жолы қандай тақырыбында эссе жазыңдар. Атымтай Жомарт пен Қыпшақ Сейітқұлдың өмірі байлықтың тек материалдық емес, рухани құндылық екенін көрсетеді. Бай болудың жолы адал еңбек пен мейірімді жүректе. Атымтай Жомарт өзінің қарапайым еңбегімен өзгелерге үлгі болса, Сейітқұл халықты ұйымдастырып бірлікке шақырды. Нағыз байлық қоғамға пайда тигізу, адамдардың алғысына бөлену. Еңбекқорлық пен жомарттық байлыққа апарар ең сенімді жол. Мінекей оқушылар, сіздермен бірге тәрбиенің қайнар бөлімі бойынша нөмірі 2 БЖБ тапсырмаларына арналған тапсырмаларда екінші нұсқа бойынша орындадық. Барлығы сіздерге ұнады деген ойдамын. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі мен осы сабақтардан кейін ТЖБ тапсырмаларын салатын боламын. Сондықтан менің YouTube арнамды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Екінші тоқсанды өте сәтті және жоғары бағаға аяқтаңыздар деп тілегімді білдіремін. Және жаңа жыл баршаңызға құтты болсын.